Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Алихан мен Мұстафаның дәл қай күні, қандай жағдайда кездескені туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен, алаштанушы ғалым Мұстафа Шоқайдың бұрынғы Дума депутаты, кәсіби саясаткер Алихан мен Петербургке алғаш келген 1910 жылдардан бастап таныс болғанын топшылайды. Мысалы, Гүлнар Міржақыпқызының естелігінде студент Мұстафаның Міржақыппен танысқан күнгі әсері туралы үзінді бар. Орынбордағы Міржақыптың үйіне ертіп барған Гүлайым есімді қызға Мұстафа Шоқай Дулатов туралы өзінің алғашқы әсерін орысшалап айтыпты. Да, видно, что человек чрезвычайно талантлив, красноречив. Мысль выражает лаконично. Внешность и манера держат себя привлекательной, но не лишен слабостей, присущие простому смертному. Міржақып ертеңіне Мұстафаны Ахаңмен таныстыруға ертіп барған. Атағы бүкіл қазаққа жеткен Оян қазақтың авторы туралы осылайша батыл пікір білдіруге де жүрек керек. Сондай жүректі азаматтың Ресей саяси элитасында айрықша ықпалды Алиханға іздеп барып жолығуы заңды дүние. Бірақ өкінішке орай Міржақыппен кездесуіндей анық естелік жоқ. Алихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келген, ал Мұстафа Шоқай болса 1890 жылы 25 желтоқсанда дүниеге келген. Екеуінің арасы 25 жас, толық бір буын. Алиханның Мұстафаға студенттік жылдардан саяси ұстаз болуының да, Мұстафаның Алиханнан кәсіби саясаткерліктің көп қырын үйренуінің де сыры осында. Қазақтың бетінің қызылы, ұлттың ар-ожданы, өз замандастары Шәкәрім, Бақытжан, Ахметтерліге түрлі мәселелерде жөн сілтейтін 6 миллион алаштың ғана емес, жалпы адамзаттың кісілікті келбетін сүйетін Алиханның артынан ерген жастарға, әсіресе Мұстафа, Сұлтанбек, Смағұл сияқты өзгелерден бір бас жоғары мемлекетке ие боларлық арыстарға ықыласы ерекше болатын. Адамгершілігі де, парасат пайымы да жоғары Мұстафаның 26 жасында мемлекеттік құрылым, ұлттық автономия төрағасы болуы, иммиграциядағы жылдары алаш туралы аса жылы лебізді естеліктер қалдыруы, шыншыл жазушыға айналуы ғажап құбылыс емес пе? Түркістанның Ресей құрамындағы автономия болып жарытпасын түсіндіріп, шетелдерге Кеңес одағы құрамындағы жалпы түркі халықтарының тәуелсіздікке үндеуі Мұстафаның нағыз күрескерлігінің айғағы. Алихан алдыңғы толқын аға еді, ал Мұстафа болса кейінгі толқынына болатын. Қазақтың 1917 жылы саяси қайта туған жылы тарихи жағдаят Алиханның саясаткерлік өмірінің соңғы жылдарына, ал Мұстафаның саясаткерлік өмірінің басқа жылдарына дәл келді. Бірі алаш, бірі Түркістан десе де, қазақтың 200 жылдық саяси кегі орыс империализмінде екенін тең ұқты. 1917 жылы Алихан мен Мұстафа екеуі бірін-бірі толықтырып жүрді. Саясаткерлік болмысы, дәрежесі тұрғысынан Алихан мен Мұстафа бірімен-бірі бастас тұлғалар еді. Екеуінің де түп мақсат мүддесі қазақ жеріндегі қазақтың тәуелсіз мемлекеті болатын. Алиханның сүйегі Мәскеудегі Дон зиратында қалды, ал Мұстафаның бейіті болса Берлиндегі мұсылман қорымында. Мұстафаның нақты саясатқа кіре бастаған шағы 1916 жыл. Алихан Бөкейхан Ресей Думасы мұсылман фракциясындағы бюроға өзінен басқа Түркістан жағдайын жақсы білетін екінші адам алу керек болғанда, бірден ойланбай Мұстафаны осы жұмысқа шақырады. Бұған Петербургтегі қазақтар наразылығын білдіріп, Мұстафадан басқа өзге адам құрып қалып па деп Қазақ газетінде мақала жазған. Бірақ редакция ол хатқа тас тарағанша той тарқайды деген аз ғана күндік дума жұмысы тарап кетпей тұрып,
Мұстафаның осы іске кіріскеніне неге қуанбаймыз деп жауап қайтқан. Әрі Мұстафаны жалғыз Әлихан шақырмаған, оны Түркістанның көзі ашық ақсақалдар ұйғарғанын жазады. Шындығында думадағы азғантай ғана уақыт Әлихан мен Мұстафаның тізе қосып азғантай ғана мүмкіндікті ұлт үшін пайдалануға жұмсаған күндер еді.